Балалар арнасы Диндил студио. Достар, Диндил студио арнасына жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дала құстарымен танысайық. Бүркіт, қарлығаш, көгершін, торғай, үкі, қарға. Сұлбаға қараймыз да, ненің сұлбасы екенін табамыз. Мүмкін бұл қарлығаш болар, көрейікші. Жоқ, дұрыс емес. Үкіге ұқсайды, басып көрейікші. Жоқ, бұл да емес. Ендеше бүркіт деп ойлаймын. Я, өте дұрыс. Бүркіт қой бұл. Бүркіт, Ойланып, бұл ненің сұлбасы екенін анықтаймыз. Мына суреттегі құс ұқсайтын сияқты. Жоқ. Келесі құсты басып көрейік. Жоқ, ол да емес. Мүмкін мына құс шығар. Я, бұл үкі ғой, тамаша. үкі, Достар, мына сұлбаның артында қайсы құс жасырынып тұр? Менімше бұл құс қарғаға ұқсайтын сияқты. Жоқ, қате. Әлде қарлығаш па екен, көрейікші. Жоқ, қарлығаш та емес. Тапқан сияқтымын, қазір көреміз. Я, дәл таптым, бұл көгершін. көгершін, Бұл сұлба ненің сұлбасы? Ойланамыз. Бүркітке қатты ұқсап тұр. Жоқ. Үкі ме екен тағы? Жоқ, ол да емес. Жоғарғы оң жақтағы құс ұқсайтын сияқты, көрейік басып. Я, бұл торғай ғой, достар. Керемет. торғай, Кішкентай достар, ойланамыз, бұл ненің сұлбасы? Сол жақтағы ортаңғы суреттегі құсты басып көрейік. Жоқ. Көгершін бе деп ойлап тұрмын. Жоқ, өте қиын екен табу. Я, таптым, бұл қарға болу керек. Я, қарға ғой бұл. қарға, Бұл соңғы сұлба, ойланып тез табуға тырысайық. Қарға деп ойлаймын.
Жоқ, қате. Әлде бүркіт пе екен, көрейікші? Жоқ, дұрыс емес. Менімше бұл қарлығаш. Я, өте дұрыс. Қарлығаш қой бұл. қарлығаш, Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.